Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Біз бүгін бесіктен безген безбүйрек деген тақырыппен қазақтың бесік мәдениеті туралы сөз қозғасақ деп отырмыз. Себебі көнермейтін, тозбайтын зат жоқ десек те, қаладағы қоқыс жәшіктерінде том-том кітаптардың, қазақтың ұлттық құнды бұйымдарының жатқанын көргенде жүрегің ауырады. Итке темірдің керегіне дегендей, ұлттық болмысқа, ұлттық құндылыққа, ұлттық тәлім-тәрбиеге пысқырып та қарамайтындар жөнінен алғанда, қазақтың ырым, тыйымы, салт дәстүрі де бір тиын секілді. Бас қаладағы қоқыс жәшігінде жатқан сап-сау бесігін көргенде маған осындай ой түсті. Шаңырақтың амандығы, елдің тыныштығы, төріңде бесік тұрса, төреде бас еді деп түгел сөзін түйіндеген қазақ халқы шаңырақты, табалдырықты, бесікті айрықша қастерлеген. Осы үш затты қатты тозып, тым ескіріп кетсе де, қоқысқа тастамай, аяқтың астына тастап, кепиетін кетірмегенін ескерсек, әлі сырыда кетпеген сап-сау бесікті төсеніш көрпесімен, бау шуымен қоқысқа тастау барып тұрған тексіздіктен басқа ештеңе емес. Нәрестенің бесігі кең дүниенің есігі деп атам қазақ айтқандай, қазақ халқының мәдениеті мен дәстүрінде бесік тек сәбидің алғашқы жататын орны ғана емес, ұрпақ тәрбиесінің, ұлттық болмыстың ажырамас бір бөлігі саналады. Былайша айтқанда, әр қазақтың жүрегінде балаға батырлық, даналық, ұрпақ сабақтастығының қасиеті осы бесіктен жұғады деген сенім қалыптасқан. Сосын да қазақ далаға қоқысқа тастамақ түгіл, бос бесіктің өзін орап шымқап ұстаған. Әрі бос бесікті тербетпе, бесіктің теріс жағына отырма, бос бесікті еш уақытта жабусыз қалдырма деген тиымдармен бесіктің қадір қасиетін әрқашан жоғары ұстаған. Оған құрметсіздік таныту, жамандық шақырудың белгісі ретінде бағаланған. Мәселен, баласынан айырылған немесе сәбиі шетінеп кеткен әйел сол қасіретті көтере алмай, ақыл есінен алжасып, бос бесікті тербетуі мүмкін. Әйтпесе, есі дұрыс адам бос бесікті тербетпейді. Бос бесікті тербетпеудің, бесікті ашық тастамау тыйымының мәні міне осы. Сосында қазақ халқы үшін алғанда шаңырағы ортасына түскеннен, бесігі жұртта қалғаннан үлкен сұмдық көрініс, қасірет жоқ. Өйткені қазақтың дүние танымында шаңырақ отбасының, ұрпақ жалғастығының, рухани бірліктің символы. Ал бесік ұлттың болашағының, нәрестенің аман есен өсіп, ұлттық құндылықтарды бойына сіңіруінің нышаны саналады. Шаңырақтың ортасына түсуі отбасының күйреуін, ал бесіктің далада немесе жұртта қалуы сол әулеттің тұқымының үзілгенін, тұяғының тұжырылғанын білдіреді. Қазақ халқы бесікті мықты, иілгіш және ұзақ уақытқа шыдайтын жақсы ағаштардан жасайды. Әрі бесікті жасағанда ағаштың энергиясы мен киелілігін де ескереді. Сосында қазақ бесікті көбінде талдан, аршадан немесе жиде ағашынан жасаған. Қарағаш, қайың сияқты қатты ағаштардан жолы қатты болады деп көбінде бесік жасамаған. Сонымен қатар бесікті алабажақ етіп сырласа немесе әсемдесе бала шошып оянады деп бесікке көп әртүрлі түстерді жаға бермеген, яғни жоса сияқты табиғи реңдермен ғана бояған. Мұның ар жағында тағы да бесікті қазіргі заманның тілімен айтқанда химикалық заттардан аулақ ұстау ұғымы да жатыр. Сапалы ағаштан жасалған бесік бір ғана баланың емес, бір қанша ұрпақтың пайдалануына жарайды. Яғни бір отбасында бір бесік болса, сол отбасындағы барлық баладан сырт сол әулеттің балалары жатуы мүмкін. Немесе сол төңіректегі
Жаңа туылған сәбилердің бәрі бос тұрған бесік болса, соған бөленген. Мәселен, 1897 жылы жасалған Мүсілім Мұхамедиұлы деген белгі қойылған бесікте 71 баланың жатқаны әне соның айғағы. Абай Мауғараның «Киелі бесіктің таңғажайып тарихы» деген осы мақаласында мынадай бір дерек бар. Екі басының иілген доғасы қақтап шабылған, тастай болып кепкен қара тал екен. Ақ таяқ секілді арқалық ағаш отқа қыздырған істікпен қарла-қарла ине шаншар жер қалмаған деген сөйлем де қазақтың бесікке қатысты тағы бір ырымынан сыр шертіп тұр. Яғни жоғарыда айтқанымыздай, халқымыз пайдаланбайтын кезінде бесікті сүртіп, тазалап, матамен орап, биік жерге қойып қойса, келесі баланы бесікке салар кезде оны отпен аластап, бесіктің арқалығын қарып немесе кертіп қояды. Мүмкін бұл да жын шайтаннан, көз тиюден және жаман энергиялардан сақтанудың бір жолы болса керек. Бесік ғасырлар бойы көшпелі қазақтың өмірінің ажырамас бір бөлігі болды. Әсіресе шөптің сонысын, судың тұнығын қуалап, көшпелі тұрмыс кешірген қазақ жөнінен алғанда, баланы алып жүргенде бесік ең қауіпсіз бұйым саналды. Бесікте жатқан баланы әртүрлі жыбырлауық, жылан шаянның, құрт құмырсқаның шағып алуынан сақтайды. Сондай-ақ бесікте жатқан балаға астынан сүз өтпейді. Сондай-ақ бесікте жатқан балаға жел де тимейді. Өкінішке орай, қазір бесікте таңу баланың өсіп жетілуіне зиянды, бесікте жатқан баланың миы шайқалады дейтін, ақылға қонбайтын, негізсіз дәлел сипаттарды алға тартып, баланы бесікке бөлемейтін, бесікке бөлегісі келмейтін жастар да көбейді. Ал шын мәнінде бесік сәбидің өсіп жетілуіне айрықша пайдалы. Мәселен, бесікке бөленген баланың қол-аяғы балғадай түзу өседі. Сонымен қатар, бесікте жатқан баланың ұйқысы тыныш болады. Өйткені жаңа туылған бала қол-аяғы ербеңдеп тыныш жата алмайды. Керек десеңіз, бала өзінің қолынан өзі қорқуы мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда, бесікте бөлеген баланың ұйқысы тыныш болады. Үшінші жақтан, бесікке жатқан бала таза жатады. Өйткені бесіктің түбегі бар, шүмегі бар. Бала дәрет сындырса, шүмек арқылы бесіктің түбегіне құйылады. Яғни қазіргі замандағы денсаулыққа залалды әртүрлі жаялықтардан бесіктің ролы 5 артық. Бесікке бөленген бала ұйқысы қанып, жайланып оянады. Ал ол шешіп алғаннан кейін керіліп, созылып, рақаттанып қалады. Әрине, ата-бабамыз сан ғасыр қолданғанда бесіктің осы бір айрықша қасиеттерін ерекше ескерген. Ал бесікке жатқан баланы тербетуден баланың ешқашанда миы шайқалмайды. Керісінше, баланың тепе-теңдікті сақтау қабілеті артады дейді мамандар. Міне, осы тұрғыдан алғанда бесіктің пайдасы шаш етектен. Өкінішке орай, қазіргі жастарымыз бесікті көнеліктің бұйымы санап, баланы бесікке бөлеуді мәдениетсіздіктің белгісі ретінде қарайтынды шығарды. Бесікке немқұрайды қараудан, бесікке салу, тыштыма жасау және бесік жырын айту сынды дәстүрлерімізде ұмытылып барады. Қазір бесіктің түрлері де көбейді. Әртүрлі бесіктер шығып жатыр. Дегенмен, кейбір бесіктер дәстүрден ауытқып, алабажақ болып боялып, баланың жатуына өте қолайсыз, әрі сыр сасыған сасық бесіктер баланың денсаулығына да залал келтіріп жатқан жағы да жоқ емес. Бесік шаңырақ сияқты ең қастерлі бұйым. Оны пайдалану балаңыздың өсіп жетілуіне пайдасын тигізіп қана қалмай, дәстүр сабақтастығын жалғауда да айрықша маңызды рол атқарады. Оны қоқысқа тастау барып тұрған тексіздіктің, дәстүрді құрметтемеудің, ұлтынан безгендіктің көрінісі саналады. Сондықтан қолыңызда бесік болса, таза биік жерге қойып қоюды,
Өзіңіз пайдаланбасаңыз, жас сәбиі бар үйлерге беруді ұмытпаңыз. Оны қорлап, қоқысқа тастау, жоғарыда айтқанымыздай, тексіздіктен басқа ештеңе емес. Өйткені қазақ ел болам десең, бесігіңді түзе деп, бесігін биік қойған, шаңырағын биік ұстаған халық. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.